Достар, ассалаумағалейкум. Біздің каналға қош келдіңіздер. Сіздермен бірге Қасымбек Айдархан. Бүгін бізде жаңа рубрика каналымызда. Ол подкаст рубрикасы. Қонағымызда бізде Галин Аскар Галиевич. Бұл біздегі серый кардинал, үлкен кәсіпкер кісі. Қазіргі уақытта өзінің личный брендін Instagram желісінде дамытып келіп жатқан кісі. Танылып, көбісі танитын шығар, Марғұлан Сейсенбаев ағамыздың туған ағасы болып келеді. Тоже ол кісімен қиын қыстау кездерде бірге болған ағамыз. Бұйырса сол кісімен танысып, ол кісіні толықтай ашуға тырысатын боламыз. Ассалаумағалейкум аға, қалайсыз? Кеш жарық, құрметті достар, ассалаумағалейкум. Бүгінгі подкастты біз Құдай қаласа қазақ тілінде жүргіземіз, иншалла, яғни өз ана тілімізде. Кеш жарық. Может, на русском будете отвечать? Нормально? Все хорошо. Асқар аға, сіз, получается, Марғұлан Галиевич ағамыздың туған ағасы болып келесіз, иә? Біз енді үйде 4 ағайынды болдық. Үлкен ағамыз Абзал, менен 1,5 жас үлкен болатын. О кісі енді дүние салды, осыдан бір 20 жыл бұрын, 25 жыл бұрын авариядан қайтыс болды. Одан кейін мен болам. Екеуміздің арамыз, Абзал екеуміздің арамыз 1,5 жас қана болатын. Бала кезімізден құрдас сияқты өстік. Әрине ол кісі қайтқаннан кейін маған өте қатты бір сынақ болды. Одан кейін жарты жылдың ішінде шешеміз қайтыс болды. Одан кейін сол 3 ағайынды қалдық. Үлкені мен қалдым. Менен кейін Марғұлан 4 жас кіші, туған інім. Одан кейін Ерлан деген 3-ші ініміз бар. Ол кісіні көріп қалдым ғой, тоже Инстаграмда шығып жатыр. Енді ол кісі жоқ, хат жүргізбейді, жай ғана жүргізіп жатыр. Бірақ үшеуміз бірдей сол бір бизнесте жұмыс, бір кәсіпте бизнес жасадық. Енді Марғұлан мен Ерланның фамилиясы басқаша. Олар Сейсенбай болып келеді. Сейсенбай енді біздің атамыз. Ал әкеміздің аты Ғали. Мен енді әкеміздің атынан, менің жаңағы екінші атым Ғалиұлы, және де фамилиям Ғалин болып солай қойылған кезінде. Сонда Аскар Ғалиұлы бола ма? Галин Асқар Ғалиұлы. Марғұлан Сейсенбай Марғұлан Қалиұлы деп жазып қойған. Енді ғымын қателескен ғой кезінде. Совет үкіметі кезінде содан ауыстырмай солай қалды, сол боймен қалды. Енді қалғандай қалды сол енді, солай. Асқар аға, енді біздің основной сұрағымыз өзіңіз туралы кішігірім айтып берсеңіз, кімсіз, өзіңіз айтсаңыз, қалай, қашаннан бері кәсіп бастадыңыз, сол туралы кішігірім өзіңіз туралы айтсаңыз. Өзім туралы айтсам, енді жасым 62-де, Құдайға шүкір, семья бала-шаға барлығы бар. Өзім кезінде Алматы халық шаруашылығы институтын бітіргем. Елім қазақ, сүйегім қазақ, руым қазақ. Одан әрғара кірмей қойайық. Жалпы Марғұлан екеуміз бизнесті, кәсіпті бірге бастағанбыз 91 жылы. Бірінші 4-5 жылдай саудамен айналыстық. Ол сізде тауық саласында ғой, Жоқ. Бірінші біз бидай саттық, үлкен партиялар. Шетелдерге саттық. Одан кейін жаңағы ең бірінші өзім бастағанда қант саттым, балалардың колготкин саттым, газовый пистолет саттым, неше түрлі саттым. Әйтеуір содан бірінші ақша жинап алдым. Кейін кино көрсеттім. Сіз бастаған кезде инвесторлармен бастасыздар ма или өзіңіз услуга? Жоқ. Ешқандай инвестор болған жоқ. Өзіміз сол саудамен бастадық қой. Сауда, сосын кино көрсеттік клубта. Видеомагнитофон қойып Марғұлан екеуміз. Содан бірінші ақшаны содан жеп алдық. Сіздер бай кісінің адам емессіздер, баласы емессіздер? Жоқ, енді совет үкіметі кезінде бай адам болған жоқ қой. Бәрі тем болды. Атамыздан қалған байлық жоқ. Сол өзіміз саудамен бастап, сол Аллахтың қалауымен 4-5 жылда біраз ақша жинап алдық. Содан кейін приватизация басталды, содан мекемелерді сатып алуды бастадық. Солай жалпы Марғұлан екеуміз бірге бастағанбыз. Марғұлан 91 жылы өзі университетін бітірді.
юридический заң факультетін бітірді, қызыл дипломмен бітірді. Ресейде бітірді ғой деймін да? Жоқ, осы біздің өзіміздің казгу жалпы 5 жылдық заңгер факультетін 4 жылда қызыл дипломмен бітірді. Бірінші қазақ заңгер факультетін 4 жылда экстернмен бітірген. То есть в отличие. Ондай студент болған емес Қазақстанда. Как раз о кезде президент Назарбаевтың өзі келіп, студенттермен кездесу жасап, сол кезде Марғұлан тұрып сұраған ғой, мен 4-ші курстың студентімін, бірақ қазір 5-ші курстың экзаменін, дипломын түп-түгел емтиханын тапсыра аламын. Соған маған рұқсат беріңіз, соған Назарбаевтың өзі берген рұқсатты. Рұқсат берген, сонымен қызыл дипломмен бітіріп, біз бизнес кәсіп саласына бастық кеткенбіз. Содан бері енді кішенім ол Америкадан бітірген, үлкен университетті, Пеппердайн деген университетті бітірген. Ол енді шетелдік адам тәрізді. Түсінігі де солай, кәсіп түсінігі де солай. Біз енді Ахмарлан екеуміз Қазақстанда оқысақ. Сіз қай универді бітірдіңіз? Мен халық шаруашылығы институты. Нархоз деп айтады ғой, қазір нархоз. Енді кезінде ол өте сондай керемет, белгілі атақты институт болатын, Казгу екеуі. Казгудың заң факультеті екеуі. Мен соны бітірдім. Одан кейін Ұлытау, о кезде аудан, облыс емес, Ұлытау ауданында барып жұмыс жасадым. Жұмыс жасағанда 21 жаста қазақ ауылға түстім. Қазақ ауылға. 99-да 9% қазақи ауыл ғой. Қазақша бір сөз білмеймін. Жасым 21-де. Ол кезде сіз тек орысша сөйлейтін? Тек қана орысша сөйлейтін. Енді орыстың ішіне өстік біз. Орыстың жасыратын жоқ қой. Бірақ енді сол қазақтың ортасына түсіп, ол делопроизводствоның о кезде 84-ші жылы қазақ тілінде жүргізетін. Мені бас экономист дейтін, директорды мысалы басқарма деп айтады, бас бухгалтер деп айтады, аға прораб деп айтады, мамандарды. Сосын приказды бұйрық дейді. Маған қарамағымда 3 әйел істеді, кейде маған бұйрықты алып келеді, қол қойшы дейді. Ана не жазылған түсінбеймін мен. Қазақша жазылған. Соны жаңағы менің орынбасарым болды, Қуанышкүл деген жақсы бір кісі. Сол кісі айтатын, Асқар, сен бірінші бізге бер, біз салдырып берейік, содан кейін қол қой деп жаңағы. Содан қазақшаны шамалап үйрендік, Құдайға шүкір. Енді осы күнге дейін үйде де, кейде достармен де қазақша да орысша бірдей сөйлей береміз. Сіз Инстаграм желісінде тек қана орысша жүргізіп жатсыз, қазір қарағанда? Мен енді Инстаграм желісіне кіргеніме бір 2-3 ай ғана болды ғой. Өзім Инстаграм басқа да нелерді мен дұрыс түсінбеймін. Оны өзім жүргізбеймін. Менің көмекшілерім бар. Солар жүргізеді, бірақ көп сұраныс сол қазақша неге сөйлемейсіз, қазақша неге айтпайсыз деп. Енді Алла қаласа өзіндей бауырлар шақырса келіп қазақша айтып береміз. Жақсы, өте керемет. Қазақша мен ойлағаннан да жақсы айтып жатсыз, маған түсінікті болып жатыр барлық нәрсе. Сізде бұл бірінші подкастыңыз ғой, или қазақ тілінде бірінші? Қазақ тілінде бірінші. Орыс тілінде ше? Орыс тілінде. Если подкаст форматын айтатын болсақ. 4-5 болды деймін. 4-5 болды ма? Машалла. Кімдермен болды? Ең бірінші подкаст Дана Орманбаевмен болды. Ол кісі кәсіпқой журналист. Ол кісімен где-то бір 2 сағатқа жуық сұхбат жасадық. Одан кейінгі өзіміздің көмекшілеріміз, солармен подкаст жасадық. Түсінікті. Бізде келесі сұрақ, бұдан жалпы алдын қазір болмауы да мүмкін, қандай сіздерде проекттер болды? Қандай үлкен проекттер жасадыңыз, өзіңіздің жастық шағыңызда болсын, мүмкін қазірде жасап жатқан қандай проекттеріңіз бар? 90-шы жылдары бірінші саудамен айналыстық, айттым ғой, 5 жылдай. Одан кейін жекеменшікке көптеген мекемелер сатылды. Солардан біраз мекеме алдық, бірақ олар аграрный сектордан
көбісі. Оның ішінде құс фабрикасы бар, оның ішінде ұн шығаратын үлкен комбинатымыз болды, күріш заводтар болды, сондай мекемелер. Бірақ енді қалай десе болады, енді аграрный болғаннан кейін жалпы оның көп пайдасы жоқ. Агрардың ба? Иә. Маржасы аз да? Маржасы қиын. Бұл жерде объемға істеу керек болады. Иә, кейде бар, кейде жоқ. Енді егін кейде болады, кейде болмайды. Енді құстың бүгін 4 жыл өлсе, 2 жыл жаңағы несін береді, жұмыртқасын береді, етін береді, бірақ өлімдегі шығыны көп болады. Содан енді 2000 жылдан бастап біз ептеп стратегияны ауыстырып, бірінші банк алдық. Ол енді Қазақстан бойынша 13-ші банк болатын. Иртиш бизнес банк, кішігірім банк болатын. Банкты сіздер қалыптастырдыңыздар ма? Иә, біз соны алдық. Ол банкны біз, мен сізге айтайын, бір 7 жылдың ішінде Қазақстандағы 3-ші банк қылдық. Топ 3-ке кірді, топ 3-ке кірді. Бірінші Казкоммерцбанк болды, бізден кейін, одан кейін Туранәлем банк болды, одан кейін Альянс банк болды, бізден кейін Халық банк. Бізден кейін, сіздерден кейін бұл. Сіздер Халық банктан алдыңыз. Алдында 3-ші болатын ол. Түсінікті. Содан ол бір үлкен проект болды. Жылына $320 миллион таза пайда келетін. $320 миллион. Миллион доллар. Сол Марғұлан ағамен бірге істеген проект қой ба? Иә, бірге істедік қой. Ерлан үшеуміз бірге істедік. Үшеулеріңіз бірге істедік. Иә, бірге істедік. Одан кейін басқа банкілерде болды. Москвадан бір банк сатып алдық. Петрокоммерц деген, ол Лукойлдың банкысы. Оны сатып алдық. Жаңағы лизинговый компаниялар болды үлкен. Страховой компаниялар болды үлкен. Енді жаңа банктың айналасында жүретін бизнестер бол, кәсіптер бол. Лизинг болсын, страховой компания болсын, ол банктың қоса жүретін, холдингтің ішіне қоса жүретін кәсіптер. Ал шаруашылығында біз тек қана жаңа құс фабрикасын қалдырдық. Сосын жаңағы жем өндіретін завод қалдырдық. Ол Алел Агро, сізде құс фабрикасы бағана? Құс фабрикасы, ол бірнеше құс фабрика ғой, үлкен. Ол қазіргі уақытта істеп жатыр ма сол Алел Агро? Істеп жатыр, бірақ мен оның ішінде жоқпын. Марғұлан бар, мен жоқпын. Енді Қазақстан Орта Азия бойынша ең бірінші болар. Ең бірінші орында ет өндіреді, жұмыртқа өндіреді. Одан кейін мұнай саласына кірдік. Үлкен мұнай компания жасадық. Машалла, керемет. Ол шетелдік үлкен компания болды. Кәдімгі бағаланған құны $2 миллиард болды. Керемет. Соны жасадық, оны где-то бір 3 жылда солай шығардық. 3 жылда жасадық. 3 жылда. Сол сізді бағанағы айтып отырсыз ғой, қазір банкты аштық, потом одан бөлек мұнай сферасына кірдік. Бұл енді сіздерде глобальный проекттердің бірі ғой, дұрыс па? Сол жалпы банк структурасына кіру немесе мұнай структурасына кіру деген идея қайдан келді сіздерден? Мысалы, біз ойланатын болсақ, кәсіпкер ретінде не істейміз деп, біз проекттер тек қана көретіміз осы мынау товарный бизнес, біз товар алып сатуды білеміз да. Бірақ өмірімде ешқашан ойламаппын осы банктың структурасы деген нәрсе ше. Мысалы, сол туралы кішкене айтып бересіз бе? Енді бізде идеялар келгенде Марғұлан жаңа ағайынды өзіміз отырып шешетіміз. Қай салаға кіреміз, қай салаға кірмейміз. О кезде мұнайдың құны $150 болды, бір баррельге. Ол болмаған, тарихта болмаған баға. Қазіргі уақытта қанша бағасы салыстырмалы? Қазір білмеймін енді қанша екенін, 80 шығар, білмеймін қазір. Түсіп кетті сонда қазір. Бірақ 80 өзі көп. Бірақ нақты мен білмеймін, қазіргі бағаны мен қарап жүрген жоқпын. Бірақ о кезде $150 болатын. Содан совет директоров жасап, Марғұлан, Ерлан үшеуміз отырып, осыны шештік. Мұнай саласына кірейік деп. Ол шешімді қабылдағаннан кейін оны маған тапсырды, жүктеді. Енді Қазақстанда мұнай компанияларын, әйтпесе мұнай несін сатып алу өте қымбатқа түсті. Сіздер сатып алдыңыздар ғой компания? Жоқ, қымбатқа түсетін болды да. Одан кейін жоқ болмайды екен. Ең бір жаман бір кішігірім бір месторождениялардың өзі
100 миллион, 150 миллион долларға дейін барды. Бірақ ішіндегі мұнайдың несі көлемі көп емес. Содан біраз ойланғаннан кейін стратегияны бірінші ойладым. Сол стратегия қалай құрастырылды? Қандай стратегия бізге керек? Қандай стратегия деген ол сіздің компанияңызға жылдарға преимущество беретін нәрсе. Басқаларға қарағанда. Басқа компанияларға қарағанда. Иә. Соны мен біраз ізденгенде мынандай бір ой келді. Мен ойладым, маған президенттікке бұл компанияға геолог адам керек. Геолог. Жерді зерттейтін, иә? Жерді зерттейтін маман ғой. Және де ол адам шетелдік болу керек. Өйткені шетелдік ресурстар бар, космостан түсірген. Олардың жаңадан жасаған жаңағы өздерінің карталары бар. Қай жерде қандай месторождение бар. Ал біздің ескі карталар, олар бойынша мысалы месторождениені көрсетеді, бірақ анық көрсетпейді. Жобалап. Сосын маған сол енді сондай маман керек болды. Сондай маман таптым. Петроказахстан деген Қытайдың компаниясы бар. Өте үлкен компания. Мына Қазақстанда Қызылордада істейді. Соның вице-президенті по геологии Дэвид Стюарт деген жігітті көздедім да, сол кісімен сөйлестім, шақырып алып. Енді ол кісі екі білім бар, Оксфорд бітірген керемет маман. Именно жер зерттеудің маманы, геолог деп айтамыз ғой біз. Сол кісімен біраз сөйлестім, енді жақсы жерде отырды ол кісі. Вице-президент болды, алатын айлығы, нелері, бонустары бәрі керемет болды да, бірақ мен оған айттым, енді компания өссе 10% береміз, опцион. Жылына айтпай қойайын, біраз ақша төлейтін болдық, өзінің көмекшісіне. Содан келістік, қол алыстық, одан кейін екеуміз бір айдай тағы да стратегияны ойластырдық. Оның жұмысы сонда жалпы месторождение табу керек? Ол компанияның президенті болды. Мен енді акционермін ғой, қожайынымын. Қожайын болғаннан кейін қожайынды жұмысқа араласпаған дұрыс. Президент жұмыс істесе сол дұрыс болады да. Бірақ стратегиялық сұрақтарды екеуміз талқыладық, жобаны. Содан бір айдай екеуміз күнде кездесіп, қалай бастаймыз, не істейміз. Содан ол кісі айтты, мен Батыс Сібірге барайын деді. Ресейдің Батыс Сібіріне барайын. Енді ол жерде мұнайдың орталығы ғой. Ханты-Мансийск деген қаласы, астанасы. Сол жерге барайын, ол жерде дұрыс зерттелмеген құбырлар бар деді. Бар деді да. Месторождениелер бар? Месторождение. Енді құбыр деп айта берейін. Сосын айтты, Алла қаласа 1-2 айдың ішінде бір нәрсе табылады деді. Ол кісі кетіп қалды. Мен жарайды, рұқсатымды бердім. Содан кетті, бір айдан кейін маған қоңырау шалды да айтты, бір компанияны таптым. 50%-на келістім. 50%-ы $100 миллион сатылады деді. 10 миллион тонна мұнай бар екен құбырдың жердің астында. Бірақ ол жігіт айтты, Асеке, енді ол жақ енді көл емес, болото. Жаңағы орман, тайга деп айтады ғой, и болоталар. Анау жаңағы құбыр, ол көлдің жағасында ай сияқты орналасқан. Ай сияқты. Соны маған айтады, ай сияқты құбырлар болмайды дейді. Жалпы Совет үкіметі кезінде судың астын жаңағы бұрғылайтын технологиялар болған жоқ. Осын сатып алсақ, мен 3 тесік жасайым да, бұл ай сияқты емес, бұл домалақ екенін мен сізге дәлелдеп берем деді ол кісі. Жарайды. Содан $100 миллион енді ол банктің ақшасы ғой. Соны сатып алдық, 50%-ын. Сол жердің 50%-ын ба, или компанияның 50%-ын? Компанияның 50%-ын. Содан 3 тесікке $15 миллион тағы шығын болды. Одан зерттеуді бітіргеннен кейін 10 миллион тоннадан емес, 25 миллион тоннаға бірақ көтерілді. Машалла, керемет. Ол компанияның құны 1,5 есеге өсті деген сөз.
сол кезде біздің уже пайдамыз біздің жаңағы 50%-ымыз 100 миллион емес 250 миллион болып кетті. 250 миллионға өсіп кетті. Иә, бірден. Жалпы компанияның құны 200 миллион болса 500 миллионға бірақ барды. Сондай стратегия ойластырып, енді екінші біз жаңа компанияны бірден лондонский фондовый биржаға шығарамыз деп көздедік. Ол үшін компания голубая фишка болу керек болды да. Голубая фишка дегеніміз ол жаңағы шетелдік биржалар мойындайтын компания. Ол үшін компанияның жеткілікті аудиты болу керек. Аудит болғанда большая үлкен четверка деп айтады ғой. Ол кезде үлкен пятерка болды. Deloitte & Touche, Pricewaterhouse деген компаниялар бар. Солар келіп компанияңызды зерттейді. Зерттеп, одан кейін жаңағы отчет береді. Осындай компанияның пайдасы осыншама несі бар екен, осыншама несі шикізаты бар екен деп сондай мәлімет береді биржаларға. Одан кейін биржа өзіңізді листингке кіргізеді. Листингке кіргеннен кейін сіз әрқашан өзіңіздің және акцияларыңыз болсын, облигация болсын саталасыз. Ол сату арқылы көп деген проценті жоқ ақша тарта аласыз. Бізге сол керек болды. Сол арқылы біраз ақша тарттық, одан кейін жаңағы Коми деген жерден месторождение алдық. Енді тағы да айтып кетейін, жаңағы фондовый биржаға шығу үшін компанияның шетелдік емес, международный деген статус болу керек та. Әлемдік статус па? Әлемдік статус болу керек. Ол үшін бірнеше елде құбырлар болу керек та, месторождение болу керек. Сондықтан тек қана Россияда болса, бұл российский компания деп, оны шығармайды биржаға. Содан Россиядан бірнеше месторождение алдық, Оманнан газовый месторождение алдық, жаңағы шығыс Азиядан месторождение алдық и Қазақстанға келдік. Енді Қазақстан өзіміздің материнский компания болу керек. Содан Қазақстандан қалай Қазақстан мұнай саласына кіреміз? Өте қиын, өте қымбат. Құбырлар өте қымбат, компаниялар өте қымбат. Содан тағы да стратегияны біраз ойланып, бірінші бұрғылайтын компания сатып алайық дедік. Өйткені бұрғылайтын компания әр қашан жаңағы мұнай компанияларға услуга сатады. Араласады. Араласып болған жерде олардың кейде проблемаларын естілейді. Оларда да проблемалар кейде бір ақшалары жетпей қалады. Ақша іздейді. Сол кезде ақша беріп, какой-то бір долясын сатып аламыз деп, сонда жоспар қойдық. Сол компанияны жаңағы қалай сатып алғанын айтайын, ол да бір қызық әңгіме. Исламға мысал сияқты көрсетейін. Ол кезде енді уже намаз оқимын, намаз бастадым, Құран оқимын. Содан бірақ оны сатып алғанда мен Лондонда ағылшын тілін үйренуге барғам. Сол жерде болдым да. Бірақ жалпы бір компанияны таптық, $9 миллион сатамыз деді. Қазақстаннан ба? Қазақстан компаниясы, бір орыс кісілер құрған сол компаниясы. Жақсы, бірақ үлкен емес. Кішігірім компания, жеткілікті бірақ. $9 миллион сатып алатын болдық. Мен рұқсатын бердім. Сосын бір 2 айдан кейін финансовый директорым бар. Сол кісіге звондасам, ол кісім айтты да, мен жаңа ғана бір переговордан шықтық. Өте қиын переговор болды. Әрен аджали деді да маған. Орысша тура осылай аджали деді. Тартып алды ма бизнесін сонда? Сосын мен ойладым, аджали деген бір дұрыс сөз емес қой енді. Бір бандиттердің қолданатын сөздері ғой. Содан бірақ енді телефонмен сұрамай ақ қойыншы, келгесін сұрайыншы дедім да. Содан келді, Дэвид екеуі
сосын жаңа қонақ үйде отырып сөйлестік. Олар маған отчетін берді. Сіз уже компанияны сатып алып қойғансыз, дұрыс па, бағана $9 миллион? Иә, сатып алғанда былай болды да, олар шарт жасады, 9 миллион құны, бірақ 7 миллионды біз бірінші аударамыз. Одан кейін сіз бізге 100% акцияларды аударасыз. Біз компанияға кіреміз, тексереміз, бәрі орында болса, қалған 2 миллионды береміз. Шарт солай. Бұл енді жалпы шарттар осылай жасалынады. Содан ешқандай бір жаңалық жоқ. Содан біздікілер 7 миллионды төлейді, аналар 100% акциясын аударады бізге. Біздікілер компания кіреді, кірсе, аналар кассадан $2 миллион алып кеткен ғой. Бұрын болған. Шарт жасағанша дейін болған. Содан біздікілер айтады, енді ақша қайда, $2 миллион жоқ, біз енді сізге $2 миллион бермейміз дейді. Содан ұрыс шығады, шатақ шығады. Аналар айтады, неге бермейсіңдер? Шарт бойынша сендер 2 миллион беру керексің. Ана біздікілер айтады, сендер кассадан алып шықтыңдар. Сделка жүріп жатқан кезде. Содан олар заранее алып кеткен ғой $2 миллион сондай. Алдын ала. Енді оны Аллах біледі да. Бірақ үлкен бір сонда шатақ болды. Содан мен кімге, президентке айттым, сен дұрыс емедің дедім. Дұрыс емедің. Маған айтады, неге дұрыс емедің? Мен айттым, жалпы сенікі дұрыс дедім. Бірақ сен жасап атқан методың дұрыс емес дедім. Методың дұрыс емес. Даудың алдында қаруыңды жерге қой деген мақал бар да. Даудың алдында қаруыңды жерге қой. Сен қолында қару бар, кіммен дауласаң да сен, ақиқат сен болып шығады. Сен жақта болып шығады. Өйткені адамдар қаруды көргеннен кейін келісе салады да саған. Бұл жерде қандай қару? Сол кісі менен сұрайды, енді қалай істеу керек? Мен айттым, шартты қайтадан артқа жүргізу керек еді. Сендер акциясының бәрін акциялерге аудару керек еді. Олар біз берген 7 миллион қайтадан аудару керек. Содан қайтадан отырып келсіңдер. Сендер 100% акцияны алып алдыңдар. Дұрыс па? Қару соларда. Сол ғой енді 100% акцияны алып алдыңдар. Одан кейін шайтан келді, ана қараш 2 миллионды алып кетті сол кезде. Уже сендерге себеп керек. Ана 2 миллион төлемеу үшін. Сол себеп табылады. Сол себеп табылады. Шайтан топ береді сол себепті. Содан мен айттым, енді бұны бекер істедіңдер дедім. Енді мен Дэвидке айттым, енді қарада отыр, тура проблема алдымыздан шығады деді. Бір ай болған жоқ. Жаңағы Коми Россия ғой енді. Ол жерде бір құбыр алғанбыз, сол жерден бір проблемалар шықты да. Бір ай болған жоқ. Біз оны Ельцин деген бұрынғы президент, Российдің президентінің немересінен сатып алғанбыз. Сол бұрынғы ескі акционерлер табылып, олар келіп шу көтеріп, бізбен келіспеген, біз қазір сотқа береміз деп. Содан анау Дэвид айтады, мен ФСБ-мен келістім. Мен ФСБ деген Российдегі КНБ сияқты ғой. Солармен келістім, прослушкаға қойдым ана кісілерді. Мен айттым, прослушка не сен? Неге сен ФСБ-ні қолданып жатсың? Олар ертең ФСБ-дің өзі біздің бүкіл құбырларды біліп алады да, бүкіл проблеманы жасап береді бізге. И өздері шешетін болады ертең Россия бойынша. Бұл неге айттың? Не істеу керем дейді. Маған айтады, не істеуім керек? Мен айттым, сен ФСБ-ні қоя тұр дедім. Сен ана бір орыс жігітті барып тапшы дедім. Бір ұлы компаниясын алған. Ресторанға шақыр дедім ол кісіні. Сосын айт, қарағым, кешір, мен қателесіппін. Біз 2 миллионды саған қосымша беретін болдық. Сен осыны қайтаршы дедім. Осы зұлымдықты орнына қой дедім. Бұны қойғаннан кейін Алла тағала қалғандар мәлімет. Әзірлейді өзі. Сосын получается $2 миллион үстіне қойып па? Және де дедім, өзі мұнай әлемі үлкен емес. Ана кісі қазір мысалы екеумізді бүкіл жерге жамандап жүр да. Бүкіл авторитетімізді құртып жатыр да ана кісі. Содан ана кісі барады, ана кісіні ресторанға шақырады, ана кісі жылауға дейін барады.
сенбейді өзіне, сенбейді. Андай бұндай адамдар қалған екен ғой. Ой, Дэвид рахмет, өзіне әкесі сияқты көреді аны Дэвидті. Содан көп ұзамай анау Коми, осы жерден 5.000 ба 6.000 шақырым ба, сол жердегі акционерлер айтады, жарайды, бізге $150 мың берсеңдер, біз қайтамыз дейді. Содан соларға ақша беріп, олар қайтып кетеді. Проблема шешіледі. О жақтағы проблема шешіледі. Мына жақтағы проблема шешілгеннен кейін, о жақтағы проблеманы Алла тағала өзі шешеді. Бұны мен қайдан алдым? Құранда Алла тағала айтады, артында бір жаман іс қалдырсан дейді, алдына бір жаман іс күтіп ал дейді. Бұл Құран аят. Неге дейді? Алла тағала неге дейді? Өйткені мен әділмін дейді. Әділмін дейді. Ал артында бір жақсы іс қалдырсан, алдынан 700 жақсы іс қарсы алып ал дейді. Неге дейді? Өйткені мен жомартпын дейді. Жомартпын. Мен бұл жерде көрсетейін дегенім, ислам мен кәсіп қалай байланған. Көрдіңіз ба? Мен исламды танығаннан бері сол исламның қағидаларын, ережелерін өзімнің өміріме, өзімнің кәсібіне қолданатын болдым. Сонда бізде алдағы кәсіп жасап отырмыз ғой, бізде қазір Аллахтың қалауымен бізде бір определенный проблемалар болса, біз алдындағы жасалған өзіміздің ішіндегі проблемалардан болып тұр ғой, сонда адамның, кез келген адамның, кез келген кім болсын, Алла тағала көп Құранда көп жерде айтады, егер дейді сендерге бәле жоласа дейді, оны басқа жақтан іздемеңдер дейді. Ол өз қолдарынан дейді, өз қолдарынан дейді, өз қолдарынан дейді. Әр адам кім болсын, қандай проблема, ауру басына түссе, баласына түссе, әйеліне, семьясына бір какой-то бір проблемалар, қандай проблема болмасын, налоговый келді, милиция келді, полиция отырғызып тастады бір жерге, ешкімнен іздемесін, ешкімнен іздемесін. Өзінің қолынан келген бұл, өзінің қолынан келген. Сондықтан мен көп адамға, мен енді ислам танушы адам емеспін, мен теолог емеспін. Бірақ мен айтар сөзім өз өмірімнен алған тәжірибе, егер сен өмірің бақытты болсын, тыныш болсын десен, өзің зұлымдық жасама. Зұлымдық жасадың ба, онда күте бер. Алдында проблема шыға береді деген сөз ғой. Шыға береді. Ол үшін Аллахтың заңдылығын білу керек та. Заңдылығын білу керек. Ал заңдылығын білмесен, сен ол бұзасың оны, қалай болса да. Бұзғаннан кейін осындай проблемалар туып отырады. Мысалы, бизнесте көптеген заңдылықтар бар. Қолында жоқ тауарды сатуға болмайды. Көп адамдар қолында жоқ болса да сата береді. Мысалға? Мысалы, енді биржаларды алайық, мысалы, Валбересті айтайық. Көп адам тауары жоқ, біреудің тауарын көрсетеді, сата береді. Ол үлкен проблема болады ертең. Көрдіңіз ба? Ал біздің ситуацияда қалай болды? Біздің, мысалы, біз сөйтіп сатамыз ғой. Біздің айта өтейін, мына жерде осыдан қанша уақыт болды? 2 апта өтті ма? Өтпеді ма? Біз Асқар Галиевич ағаның өзінен біз алып консультация алған болатын. Консультациясында мен өзімнің Қасым Катал Каскад Групп деген проектімнің толықтай разборын алған болатын. И сол жерде осы туралы тоже әңгіме еткен болатын. Жалпы қолда жоқ товарды сатуға бола ма? Шариғатта ол нәрсе негізінде болмайды ғой. Қолда жоқ болса, тыйым салынған. Ал енді мысалға біздің ситуацияда біз былай айтқанда каталог проектін жүргіземіз ғой. Каталог проектісінде біз Ресейге барғанбыз. Басын түсіндіре салайын, Ресейге барғанбыз. Ресейде былай айтқанда үлкен оптовиктер бар. 2 рынок бар біздің Байсат Ялен сияқты. Ол бізде Садовод и Южный ворота деген. И сол жерден біз бардық та склад аштық сол базардың жанынан. И сөйтіп сол бағанағы оптовиктармен Садовод пен Южный воротаны оптовиктармен келісімге отырдық. Біз сіздердің тауарларыңызды өзіміздің сайтқа салайық, ал сіздер болса бізге сол товардың количествосын барлығын беріңіздер, данныйын беріңіздер, біз өзіміз надо будет фотоға түсіреміз, характеристикасын аламыз, данныйларын полностью аламыз деп келіскен болатынбыз. Сосын ол кісілер келіскендер келісті, келіспегендер келіспеді. Келіскендердің товарларын бәрін біз өзіміздің каталогқа алып салған болатынбыз. Потом ол каталогқа салдық, получается ол кісілер сол кісілердің товарлары. Бірақ біз үстіне ешқандай маржа қойған жоқпыз оны. Содан соң біз получается Wildberries'та сауда жасаймыз. Wildberries'та Ресейде Wildberries'тің складтары бар, получается.
Wildberries'та клиенттер көп, өте көп. Мысалы Ресейде, не үшін Москвада десеңіздер, мен Москвада основной аудитория сол Wildberries'in. И получается біз каталогты толтырдық товарларға, бағанағы оптовиктардың товарларымен, и сол каталогқа доступ сата бастадық. Ішінде бағанағы Wildberries'in обучениесі бар, еще товарларға доступ бар, и еще сервис бар. Сервис біздің бағанағы упаковка жасау, апарып беру деген секілді. И получается бізден подписка сатып алған адамдар не істейді, олар сол товарларды алады, ол товарлар по факту бізде жоқ, бірақ ана оптовикте бар да, сол товарды алады и өзінің Wildberries кабинетіне қояды. И оған заказ түседі ғой. Заказ түскен кезде ол бізге жазады, вот бізге осыны заказ түсті, мына товарды алып келіп беріңіздер деп. Мысалы микрофон дейік. И потом біз аламыз да оны сол товарды алып, заказын қабылдаймыз, ақшасын аламыз и барамыз да базарға барып, сол товарларды келесі күні сатып алып, упаковкасын жасап, Wildberries'in складына сол кісінің орнына жеткізіп береміз Москвада. И сөйтіп сол товардың разницасында сол кісі ақша табады. Бірақ бұл жердегі бір шектеу бар, мысалға Wildberries'тан бір клиент заказ беріп тұр ғой, ол товарға, дұрыс па? Клиент заказ бергенде ол ақшасын сразу төлейді да, бірақ Wildberries бұл жерде как гарантия сияқты тұрады. То есть Wildberries сразу ақшасын жіберіп қоймайды кімге, бағанағы біздің клиентке подписка сатып алған. Ол Wildberries'те тұра береді. Клиентке қашан жібереді ақшасын, то есть поставщикке қашан жібереді ақшасын, ол когда сол товары клиентке до конца жеткен кезде, вот я принял дейді ғой, принял деген екен, бірақ ештеңе болмаған, нормально. Сол кезде ғана Wildberries жібереді. Егер де отмена болса, сол ақшасын обратно сол клиентке қайтарып береді. Мысалы, бұл ситуацияда қалай болады? Бұл жерде бұл ситуация өте түсіндіруге жеңіл. Мысалы, егер қазір менің телефоным бар, бірақ менде телефон жоқ, бірақ менде телефон бар деп сатсам, бұл болмайды. Бұл болмайды. Ал егер мен саған айтсам, Айдархан, мен сенің телефонды сатып берейін. Мен тек қана саған қызмет көрсетемін. Услуга, көрдіңіз ба? Сіз менікі деп айтпайсыз ғой. Дұрыс па? Сіз жай ғана сатушы сияқты жерде. Көрдіңіз ба? Посредник. Бірақ егер сіз жаңағындай менікі десеңіз, бұл жерде проблема болады. Бірақ ол сіздік емес, қолыңызда жоқ. Сіз мен ана кісілердің заттарын, товарларын сатып жатырмын. Бұл жерде как маркетолог сияқты жұмыс істеп тұрмыз. Қызмет көрсетіп жатсыңдар ғой деп ойлаймын. Бірақ негізі мен патуа беретін адам емеспін. Негізі менің қатты бір дінге деген нем жоқ. 5 уақыт намазым бар, Құдайға шүкір. Оразамды тұтам, бірақ өмірімде алған сабақтарым көп та. Бұрын мысалы көп кәсіп жасағаннан кейін көп сұрақтарға жауап жоқ. Түсінбейсің, отырасың, былай ойланасың, неге мына жер болмай қалды, неге мына жердің пайдасы келмей қалды, ана жер неге мені нетіп кетті, алдап кетті. Сондай сұрақтар көп туындайды. Оны дінді білген сайын сол сұрақтарға жауап келе бастады маған. Ол жауаптың өте түсіну жеңіл. Не жіберсең, соны күтіп ал. Жақсылық жіберсең, жақсылық келеді. Жамандық жасасаң, жамандық келеді. Ал енді жамандықты, не деген жамандық деген не екен? Соны біліп алыңдар ең бірінші. Оны жаңағы Құран, хадистен білесіңдер. Айтпақшы, бізде Асқар Галиевичтің инстаграмына тіркеліп қойсаңыздар болады, астына шығарып қоямыз, және бізде де инстаграм бар. Сол жерде мен сізбен подкаст түсіремін деп айтқан болатын. Сол кездегі сұрақтарыңыз болса қойыңыздар деген болатын. И ол жерде көп адамдардың сұрағы, мысалға, состояние пика қандай болды сізде? Жалпы кәсіп саласында қандай пикқа жеттіңіз? Мысалы, мынанша доллар жасадыңыз, немесе мынандай үлкен проект болды, самый состояние пика. Состояние пика біз 2008 жылы Альянс банкының 18% саттық. Лондонский биржада. Бағасы 780 миллион доллар болды. 18 ғана пайызы. Сонда есептей беріңіз, 100% 4 миллиард. 4 миллиард. Ол енді біздің ойымыздан шығарған нәрсе емес қой. Ол фактически тарихта бар. Ол даже оценка емес, ол бізге ақшасы келіп түскен сделка болды. Енді оның сыртында жаңағы мұнай компаниялары бар, басқа компаниялар бар деген сияқты. Біздің долямыз Симар Альянс корпорацияның ішінде 5-8 миллиард доллар болатын, құралланатын. Бірақ ол таза ақша емес, ол
құндылығы. Капитализация Деп айтады ғой, құндылығы. Иә. Ал анау картель қателеспесем болды ғой Марғұлан Есенбаев ағамыз? Иә, картел деген ол қазіргі Билайн деген компания ғой. Иә. Ол да біздің компания. Ол біздің компания болған. Біз оны Московский Вымпелком деген компанияға саттық кезінде. Жоқ, Вымпелком емес, Вымпелкомға саттық біз оны. 425 миллион долларға саттық оны. Ол сол кезде пик болмады ма? Или мынау Альянс пик болды ма сіздерде? Альянс пик болды ғой, енді Вымпелкомды енді біз Вымпелкомды кезінде 180 миллион долларға сатып алғанбыз. Бірақ таза ақшаға емес, қарызы бар деген сияқты әңгіме ғой. Бірақ сатқанда 425 миллион долларға саттық. Ол ақшаның бәрін банкіге салдық біз. Бірақ банкіден бір тиын алған жоқпыз біз. Ол кезде мен түсінетінмін банкінің ақшасы харам деп. Марғұлан мен Ерлан шамалғаны түсініктері бар. Ол кезде олар намазда емес. Бірақ мен айтатын, банкін бір тиын жұмсамай қойайықшы, өзіне қалай берсін сол. Сол боймен сол банкке кетіп қалды ғой, үкіметке. Сол полный кетіп қалды? Иә. Қасындағы қайсы Альянс банк па? Альянс банк, иә. Картел деген ол сол біздің компания, Билайн. Мына Қырғызстандағы Бител деген компания, бірінші компания, номер 1 компания GSM стандартында, ол да біздің компания болатын. Машалла, керемет. Енді келесі біздегі сұрақ, жалпы адам өмір сүру үшін, бақытты өмір сүру үшін дейік, қанша ақша керек? Бұл ақшаға байланған нәрсе емес та. Өйткені мен қазір сізге бір сумманы айтсам, менімен дауласатында адам болады. Өйткені кейде ақша проблема алып келеді. Біз сияқты. Бізге ақша деген үлкен проблема алып келеді. Сіздерге? Иә. Көп адамдарға солай етіп жатыр ғой енді кәдімгі. Бізге көп ақша болғаннан кейін көп адамдардың көздері түседі. Көре алмаушылық пайда болады. Еще үлкен адамдардың көздері түседі. Үлкен адамдарға, әшейін адамдарға жоламайды оған. Содан біз шетелде көп жүрдік. Енді ол әңгімені көп рет айтылған әңгіме ғой. Бұл жерде мен алдын айтып кеттім ғой, не болса да өз қолынан келді деген сөз. Мен ешкімнен көрмеймін аны. Өзіміз қолымыздан келген бәле бұл. Өйткені хараммен айналысуға болмайды. Құдайға шүкір, біз сол банкі болса да, банкінің бір көк тиынын жұмсаған жоқпыз өзімізге. Өйткені ол ертең үлкен проблема апарады. Бастар алдын ол нәрсе ойға келмеді ма? Жоқ, ондай. Мен енді намазға 2004 жылы келдім. Банкіні алғанда біз 2001-де алдық оны. Ол кезде дін жағынан ешбір түсінік болған жоқ. Мүлдем түсінік болған жоқ. Ал енді банк уже алғаннан кейін, банк көтерілгеннен кейін, оны мен Марғұлан мен Ерланға айттым, енді мына бір нәрсе қылайық мынаны. Бірге сыйлық берейік, сыйлық. Бірақ олар күлді ма? Сен басын бәрі дұрыс па? Самый дорогой подарок болады. Иә. Бірақ қалай деу болады? Көбісі айтады, сіз енді үлкен бір жетістікке жеттіңіз ғой, үлкен бір шыңға шықтыңыз ғой кәсіптің. Мен айтам, біз шыңға шыққан жоқпыз. Шыңға көтерілген адам ондай болмайды. Біз ең түбіне, жердің шұңқырдың ең түбіне түскен адамбыз. Бірақ біздің енді жетістік деп айта алмаймын мен оны. Жетістік деген адамның авторитетін көтеретін нәрсе емес пе? Біз енді үлкен цифрларға жеттік. Үлкен 5 миллиард, 6 миллиард деген цифрларға жеттік. Бірақ оны жетістік деп мен оны ойламаймын. Көрдіңіз ба? Ешкімге мен банкмен айналасында, банкін жақсы кәсіп екен деп, мен ешкімге ондай ақыл айта алмаймын. Керісінше. Жақсы тыныш өмір сүрем десеңдер, пайызы бар, қандай кәсіп болсын, ломбард болсын, страховой болсын, банк болсын, облигация болсын, не болса да қашындар. Енді арақ сату, темекі сату босамаса ғой. Казино, сондай босамаса.
түсінікті. Осы сұраққа қателеспесем енді есіме түсіп тұр, либо Марғұлан Сенбаев ағамыз немесе басқа бір кісі жауап берген болатын, өмір сүруге қанша ақша жеткілікті, сол кезде бір $100 миллион деп айтқанда, қателеспесем сондай болды ма? Мен сізге айтайын, бақытты болу үшін байлықтың көбісін біз Құдайдан босқа аламыз. Мысалы, өз денемізді, түрімізді, денсаулығымызды, семьямызды, әке шешемізді, әйелімізді, бала шағамызды. Ол бақыт емес па? Ол үлкен бақыт. Оның бәрін тегін алып жатырмыз десең? Тегін алып жатырмыз, Құдайдан тегін алып жатырмыз. Ал бізге енді бір тамаққа бір шамалы ақша керек. Машина алам десең, пәтер алам десең, бірақ пәтердің өзін сен алғаннан кейін, машина алғаннан кейін ол саған байлық бола ма, бәле бола ма? Ол екінші сұрақ. Ол екіталай, көрдіңіз бе? Сондықтан біріншіден адам не білу керек? Адам ырзығы адамға жер мен көк жоқ кезде жазылып қойған. Сен ақырғы тілімді жемей, сен жанды алмайды. Соңғы ризығыңды алып кетпей. Соңғы ризығыңды ішпей, жемей, сен жанды ешкім алмайды. Соны жақсылап тұрып түсініп алыңдар. Мына қазақта қанағат деген сөз бар. Пайғамбарымыз саллаллаху алейхи вассалам айтқан, бай адам ол тау алтыны бар адам емес, бай адам қанағаты бар адам деген. Қанағаты бар. Қолындағы нәрсесіне ырза болып отырады. Ал егер сіз қанағат жоқ болса, байлығыңыз көп болса, байлық көп болған сайын сіздің жалпы өзіңіздің настроениеңіз болсын, жаңағы төмен түсе береді. Неге? Өйткені адам жалпы байлыққа жас келгенде жетеді. Жас келгенде ол кісі ресторанға бара алмайды, қыздармен қыдыра алмайды, машина теп алмайды, клубқа бара алмайды дейді. Ешқайда есіктердің бәрі жабылып жатыр, бірақ ақша келіп жатыр. Сол проблема ана адамға үлкен жаман әсер береді. Ал барында қанағат деп қазақ айтады ғой, шүкір, Құдайға шүкір, қанағат дейді. Қанағатпен өзін шектеп қоюға қалай болады? Шектеп қалмаймыз, мысалы мен қанағат деп определенный моменттерде өзім шектеп, мысалы маған не үшін онда байлық керек деген сұрақ пайда болады да? Жоқ, қанағат керісінше адамды бай қылады. Сіз мысалы Алла тағала айтады ғой Құранда, сіз маған ырзашылықты білдірсеңдер, шүкіршілігімді, ырзашылығымды мен одан да көбейтіп беремін сендерге дейді. Көрдіңіз ба? Ал тоймайтын адам болса, рахметті айтпайды. Тойма жеп жатыр, қанағаты жоқ. Ол Аллахтан ана адамға берген наказаниясы. Көрдіңіз ба? Ал анау қанағаты бар адам, ол бір тілім нан болса да қанағат дейді. Біз баяғыда ауылда тұрдық қой, мысалы. Қазір енді завтрак деп айтамыз ғой, мысалы. Таңғы ас қой, таңғы ас. Бұрынғы енді ауылда тұрғанда таңғы асымыз не болатын? Нан, сармай кейде болады, кейде болмайды. Шай, қант. Болды. Ешқандай сосиска, ешқандай колбаса, ешқандай жұмыртқа, ешқандай балық. Қазіргі қарасаңыз, мысалы, бәрі бар да. Бірақ Құдайға шүкір, сонымен бақытты болдық қой біз. Сол кезде шүкіршілік етіп. Сол кезде машинеміз жоқ болатын. Үй үкіметтікі біздікі емес. Құдайға шүкір, сонымен бақытты болып тұрдық. Бақытты өмір сүрдік, Құдайға шүкір. Көрдіңіз ба? Өйткені қанағат бар. Алла тағала құлына жақсылық ойласа, байлық бермейді де қанағат береді. Ал егер Алла тағала құлына жамандық ойласа, құлын жек көрсе, байлық береді де қанағат бермейді. Сонымен ана адам тоймай қиналып кетеді, өкініп кетеді. Бақытсыз болады. Бақытсыз болады.
Бізде андай ғой, енді қазіргі Инстаграм болсын, ТикТок болсын, басқа жер болсын, адамдар өз-өзін көрсеткен кезде енді бай қылып көрсетеді, и соған былай байлығы жоқ адам қараған кезде шынайы бақыт сол бағана байлықта деп ойлайды да, мысалға да, соған жүгіреді. Мысалы, соны жасау үшін бағанағы харам нәрселерді де жасап қояды деген сияқты ғой. Енді келесі бір сұрақ осыдан бір туындайтын, мен қазір ойыма келіп тұр, тоже консультацияда болған болатын, маркетинг туралы мысалы да. Енді біз қазір бұрындары сіздердің уақыттарыңызда 90-шы жылдары 2000 жылдың бастары маркетинг деген нәрсе основном как сарафан радио болып жүрген ғой, дұрыс па? Ол кезде бағана Инстаграм, ТикТок деген нәрсе болмаған. Бірақ қазіргі уақытта Инстаграм, ТикТок деген қатты дамып кеткен. То есть мен 20 жасар студент, былай айтқанда, бай болу үшін маған прям андай қатты үлкен нәрсе жасаудың қажеті жоқ. Мен өзім бір определенный нәрсені білсем, жасасам, сол нәрсені Инстаграм арқылы, ТикТок арқылы тез-тез дамытып, тез-тез сата аламын, короче, былай айтқанда. Енді қазір сол маркетинг бойынша біздегі өзің жалпы маркетинг бойынша қалай ойлайсыз қазіргі уақыттағы ТикТок, Инстаграм, сол арқылы сату и потом инфобизнес мәселесі бойынша тоже сізден сұрайын. Енді біздің кезімізде сарафанный радио болатын, бірақ қазір де бар. Қазір де бар ғой? Қазір де бар. Бірақ сарафанный радионың көптеген жақсылығы бар. Қазір түсіндіріп берейін. Мысалы, сіз бір өнім шығардыңыз дейік. Мысалы, айтайық, бір колбаса шығардыңыз. Или бір ет, или бір нан болсын, или бір торт шығардыңыз, или бір киім шығардыңыз, дұрыс па? Бұл жерде маркетинг пен реклама екі бөлек нәрсе дейсің. Да, екі бөлек предмет. Бұл жерде маркетинг деген ол нарықта жолды көрсету деген сөз. Нарықтағы жолды көрсету және де бағытты көрсету. Ал реклама деген сөз өзін шығарған өнімінді адамдарға көрсету. Жеңіл жолы. Бірақ рекламаның бір үлкен минусы бар. Мен оны айтам, реклама деген анау оружие массового поражения деп айтады ғой орыстарда, ядерный бомба. Жарылса бәрін құртады. Реклама соған ұқсас та. Сіз мысалы бүгін бір цех сатып алдыңыз. Бір нәрсе өндіретін цех. Мысалы бір какой-то бір жақсы бір торт жасайтын шығардыңыз. Шетелден алып келдіңіз, анау жаңағы оборудование бәрін орнаттыңыз. Сіз күніне мысалы ондай торт 1 тонна ғана шығарыласыз. 1 тонна ғана шығарыласыз. Бірақ маркетинговый компания, рекламный компанияға барасыз, ақша бересіз кәдімгі. И олар көше, ТикТок болсын, Инстаграм болсын, бүкіл жерге жаяды. Жайғаннан кейін үлкен проблема туындайды. Неге? 1 тоннадан сіз мысалы 1 тоннаны 1000 адамға сатасыз, дұрыс па? Бірақ сізге 100 000 адам келеді. 100 000 адам келеді. Бар ма? Жоқ. Излишний спрос жасап аласыз сіз, көрдіңіз ба? Излишний спрос. Артық сұрау жасап аласыз, өз қолмен жасап аласыз. Артық сұрау жерде артық предложение, ұсыныс келеді. Яғни адамдар қарайды, тортқа деген өшіреді екен ғой. Да, біз де шығарамыз. Өз-өзіңізге конкурент тауып аласыз. Жоқ жерден өз-өзіңізге конкурент тауып аласыз. Көрдіңіз ба? Бұл жерде байқау керек, сондықтан. Байқау керек. Ал енді мына сарафанный радио деп айтамыз ғой, мен көп адамдарға айтамын, мысалы сендер бір нәрсе шығардыңдар дейік. Киім болсын, көйлек болсын, тағам болсын. 100 адам шақырыңдар, дастархан жайындар. Ананы тегін жегізіңдер. Егер шынында да сіздің тауарыңыз дәмді, өте сапалы болса, мына 100 адам ертеңгі күні 300 адамға кемінде жаяды, дұрыс па? 3 адамнан дейсіз ғой каждый. 3 адам. Ал енді есептеңіз. Ертең 300 адам болса, бірсі күні 900 адам болады, дұрыс па? Одан кейін 3000 адам болады. Бір айдың ішінде 1000 адам болады. Ол жай ғана сарафанный радио. Бірақ ол үшін тағамыңыз сапалы болу керек.
сапалы болу керек, бағасы тиісті болу керек. Ал егер сіз сапасы жоқ бір нәрсе шығарып, соны Инстаграм, ТикТок арқылы жайын десеңіз, сіз өтірік жасап жатсыз. Сапасы жоқ. Өйткені қазіргі көп компаниялар, рекламный компаниялар бір нәрсені әдемілетіп қояды да, ой, мынау керемет тауар, мынау, адамдар алданып қалады. Көрдіңіз ба? Алданып қалған жерде ол сіздің өзіңіздің басыңызға проблема алып келеді ертең. Көрдіңіз ба? Егер мен көп кәсіпкерлерге айтам, сендер неғұрлым тауарға көздерінде жіті қараңдар, жіті тігіңдер. Соған жақсы оборудование болсын, жақсы завод жасаңдар, жақсы сапалы жасаңдар. Неғұрлым. Онда сендерге реклама да жоқ, керек емес, маркетинг де керек емес. Мен сізге айтайын, мысалы, Tesla деген машина білесіз ғой. Tesla компаниясы $1 рекламаға салмаған. Дүние жүзінде ең көп сатылатын машина. Рекламасына $1 салмаған. Білесіз бе осы жағдайды? Жоқ, оны білмедім. $1 салмаған Tesla. Номер 1 машина сатылу жағынан. Көрдіңіз ба? Ал қалай дамытты сонда, ол біз соны қалай білдік? Енді мен сізге айтып отырмын ғой, олар сапаға көп ақша салды да. Көп зерттеуге көп ақша салды. Зерттеуге 20 жылдан көп ақша салды да. Оны Алла тағала өзі көрсетеді адамдарға. Оның жолдары көп, Алланың жолы көп қой. Көрдіңіз ба? Сіз сосын мынандай бір жағдай бар да, мысалы, кейбір адамдар, мысалы, жаңағындай жала реклама жасайды. Жала. Енді рекламный агентство болғаннан кейін оларға не айтасың, не бұйырасың, соны істейді. Ақша төлесең болды ғой. Мысалы, мына стақандағы су, мысалы, өте таза, өте дәмді, ішінде витаминдер барлық бар деп, олар соны айтып береді адамдарға. Адамдар сеніп қалады да сатып алады. Ол өтіріктен тапқан пайда болады. Көрдіңіз бе? Байқадыңыз ба? Енді өтіріктен тапқан пайда, мысалы, сіз базарға барсаңыз, кірден сізде біреу алдаса, тура сонымен бірдей. Кірге 1 килограмның орнына, мысалы, 1,5 килограмм салса, астында бір несі болатын болса, ол өтірік деген сөз. Өтірік деген сөз. Ал енді адамдар ойлайды, мен сол өтірік сатып ақша таптым ғой дейді. Ақша таптым ғой. Рас. Алла тағаланың харам нәрсенің көп бөгеті бар да, бөгеті бар. Мысалы, кейбір адамдарға ананы харам жасайды, бірақ Алла тағала ақшасын береді. Береді. Ал енді сол ақшасын алады, ақшада береке жоқ. Енді ол ақшаға, мысалы, машина алады. Машина алады, машинасын алдырады. Ертең күні аварияға түседі. Бірақ жұмсатпайды, көрдіңіз ба? Кейбір адамдар алады, машинасын сатып алады, мінеді. Бірақ машина қайта сына береді, қайта. Кірістен шығыс көбейіп кетеді да. Тағам алады, семьясына жегізеді. Оны жегізген сайын балалары ауру болады. Түсініксіз ауру пайда болады. Ана адамдардың өзі түсінбейді, мынау қайдан келген бәле деп. Мысалы, Қытайларды айтайық. Қытайдан енді Қытайлардың жұмыс істегені біз оған жете алмаймыз, мысалы. Жұмыс қой, масқара жұмыс қойлар. Енді Алла тағала әділ ғой. Оларға береді байлықты. Арасында көп қытайлар өте бай. Бірақ Алла тағала оларға екі бір қасиет деуге де болмайды, енді бір қалай деуге болады, привычка берген. Или традициялық өзінің қасиеті дейікші, қасиеті. Олар ақшаны жинағанды жақсы көреді да. Олар ақша жұмсамайды. Тапқан ақшасын жәшікке салады, бөшкеге салады, жинай береді. Алла тағала жұмсатпайды. Екінші өздерін традициялық өте жақсы көретін нелері, қасиеті, олар казиноны жақсы көреді.
казиноны жақсы көреді. Бүкіл жинаған ақшасын казиноға салып жібереді. Көрдіңіз бе? Алла тағала қалай болса да беруін береді, әділет қой Алла тағала. Бірақ мінекей осылай жұмсалып кетеді ақша. Берекесі болмайды. Берекесі болмайды. Сондықтан адам ойламасын, мен жаңағы өтірікпен тапқан ақша мінекей алдым. Иә, алдым. Бірақ сол ақша ертең күні не болды? Сонда жақсалып жіті қараңдаршы. Бәле алып келді ма, байлық болып келді ма сізге? Ақша байлық бола ма, бәле бола ма? Ол ақша қандай жолмен келген? Соған байланысты. Так, сізде правильный проект болған болсын. Мен енді өзім правильный проектімді айттым, соған ұқсас. Правильный проект дегеніміз, біз жалпы 3 реттей банкрот болғанбыз. 3 реттей банкрот болғанбыз. Енді банкрот болғанымызды ешкім білмеген, Марлон екеумізден басқа. Оны біз семьямызға да, бала шағамызға да, олар білгенмен не істейді олар? Көңілдерін түсіріп қайтеміз. Ешкім білмеген. Мен Марлон екеуміз ғана білдік, бірақ 3 ретте банкрот болдық. Енді жаңағы айтып отырсыз ғой, 5 миллиард, 6 миллиард, мен ол ақшаны шынымды айтайын, 1 миллиардты көрмеген адаммын ғой. 100 миллион, 10 миллионды көрмеген адаммын мен. Бізді көп адамдар ойлайтын шығар, бұлар шірік біткен байлар, жоқ, ондай емес. Мысалы, Құдайға шүкір, біз бағған кезде жасымыз 40-45-ке келді уже о кезде. Ептеп болса да ақыл бар, ақыл кірген. Байлық деген мынау артық май сияқты да. Адамды май басып қалса, адам жүре алмай қалады. Ауру болады. Сондықтан қалай болса да артық май болса, артық байлықты кесіп отыру керек. Кесіп отыру керек. Егер сіз артық байлықты семьяңызға таратсаңыз, одан ертең әйеліңіз бұзылады, бала шағаңыз бұзылады, өзіңіз бұзыласыз, тойып қаласыз. Өмірге деген құштарлығыңыз жоғалады. Өмірге деген қызығыңыз жоғалады. Одан кәдімгі бір үлкен бір кәрі шал сияқты болып қаласыз. Ешбір интерес, ештеме болмай қалады да. Сондықтан ақшаны біз ешқашанда көп ақша балаларымызға, әйелімізге, мысалы өзімізге көп жұмсамайтынбыз. Мен оны дұрыс деп ойлаймын. Дұрыс деп ойлаймын. Өйткені біз енді айтып отырмын, 20 жасқа дейін ауылда тұрдық. Ауылда жаңағы қара жаймен қара нан жедік. Одан қалаға келіп алып, миллиардым бар деп, алтын кеседен, алтын неден сорпа ішсең қалай болады ертең? Басына айналып кетеді ертең. Банкрот болып тұрған дұрыс деп тұрсыз? Жоқ, банкрот деп тұрған дұрыс емес. Адам қалай болса да ақшаның табуы бар, ақшаның жұмсауы бар. Көрдіңіз ба? Сіз жаңа айтып кеттіңіз ғой, ақшаның мөлшермен жемей, көбірек жеп едік. Құсық келді, жаңағы проблемалар туындай бастады ғой, дұрыс па? Бұл жерде де солай. Ана кішкентай нәресте бала сияқты ғой. Өскен сайын жеп жатқан тамағы да көбейеді, ішіп жатқан суы да көбейеді, ісі де көбейеді, дұрыс па? Бұл жерде де сол. Адам деген ақша табу бір мәселе, ақша жұмсау ол екінші үлкен бір мәселе. Үлкен мәселе. Өйткені айтып отырмын ғой, балаларды, әйелді бұзу ләзді біз боласыз. Ол ертең балалар көтере алмай қалады. Мен оны да көрген адаммын. Құдайға шүкір, біздің балалар мысалы қарапайым киінеді. Бір нәрсе барып Луи Виттоннан алып берейінші десем, кимеймін дейді. Қызым мысалы шешесі айтады, қызым бір кроссовки ғана бар. 10-шы класс оқиды Дубайда. Бір кроссовки. Шешесі айтады, ұят емес пе? Қыз балада кемінде бір 10 шақты бір аяқ киім болу керек қой. Жоқ, маған жетеді дейді. Мен қанша ұрыстым оған. Уже ана кроссовки кір әбден қарайып кеттім. Жоқ, маған керек емес, жетеді. Сумкасы
$200 емес, 200 дирхам тұрады сумкасы. 200 дирхам деген $60 ғана тұрады. Қызымның сумкасы. Көрдіңіз ба? Енді Димаш деген ұлым бар ғой, Австрияға кетіп баратыр 1.7-ге класспен. Содан айттым, Димаш, мен саған бір $1000 берейінші дедім. Енді 1.7-ге шетелге барасың ғой, Австрияға баратыр. Сөйтсем, папа, көп қой дейді маған. Көп, маған $100 берсең жетеді дейді. Бірақ мен $1000-ды жаңа төсегінің қасына столдың үстіне қойып кеткен ғой. Таңертең тұрсам, қалдырып кетті ақшаның бәрін. $50 ғана алған ғой ішінен. Кейін мен балаға айттым, Димаш, мен саған бердім ақшаны. Неге? Жоқ, папа, керек емес. $50 ғана алған. Оның өзіне, $50-дың өзіне апасына бір сыйлық алып келген. Шарфик, орамал алып келген ғой. Біз балаларды солай үйреттік. Осында баршылықта өскен бала ма? Енді Құдайға шүкір. Сол мысалға, егер де жоқшылықта өссең, оған постоянно ақша требовать етіп отырады. Қанша берсең де ол алады деген сияқты ғой. Енді мен сізге айтайын, біз енді баршылықта өстік деп айта алмаймын мен мысалы. Мен 4 жыл интернатта оқыдым мысалы. Интернатты білесіз ғой, қандай өмір екенін. Әрқашанда тамақ ішкің келеді, әрқашанда аш болып жүресің. Енді тіпті бай болып өстік деп мен айта алмаймын. Ауылда өскен адамды білесіз ғой, ауылдағы өмірде қарапайым өмір ғой. Бірақ Құдайға шүкір, біз енді бұл Аллахтың бізге деген мейірімі. Көптеген адам мысалы қазір көтере алмай жатыр ғой ақшаны. Балалары бұзылып жатыр, наркотикке салынып жатыр, араққа салынып жатыр, неше түрлі басқа нәрсеге салынып жатыр. Ол үлкен проблема. Бұны өте байқау керек, Бұны өте жіті қарау керек. Табу бір бөлек, жұмсау бір бөлек. Сіз 100 миллион тапсаңыз, ол 100 миллионды беруге болмайды. Берсеңіз, сіз өз семьяңызды сол күні жоғалтып аласыз. Танымай қаласыз балаларыңызды, әйеліңізді танымай қаласыз. Олай болмайды. Мөлшермен беру керек. Оның өзінің несі бар, тәртібі бар. Балаларға қатысты, бұлай? Балаларға, туыстарға болсын. Менде Құдайға шүкір көп туысым бар. Бәріне жәрдем берем, бірақ жәрдем бергенде де мен шешем айтатын. Асқар, айтып бер. Мөлшермен бер. Көп беріп қойсан, олар қойған арақты қайттан бастайды. Қойған жаман істерін қайттан бастайды. Тәубасынан қашады. Жақсы әдемі болып жүрген адамды бұзып аласыңдар. Сондықтан ақшаны ұстаудың өзі тәсілдері бар, ережелері бар. Мысалы, бір мынандай ситуация болып тұр да, мен енді айтпай қойын, мысалы бір туысқаным деп айтайын, бір туысқаныма бір қатты көмек керек болып тұр да, ақшадан мысалға. Оған мен ақша берейін десем, мысалға, допустим, оған 500 мың теңге керек дейік, мен оған 500 мың теңге бердім. Бірақ ол кісі 500 мың теңгесін алып, мысалға, 200 мың теңгесіне өзінің проблемасын шешу мүмкін, 300 мың теңгесін мысалы казиноға салып жіберу мүмкіндігі бар да, или там бағана ішімдікке салынып кету. Бірақ көмектеспесең тоже болмайын деп тұр да жерде. Ол ситуация қалай болады, мысалы, қалай көмектессе болады, мысалы, сол ситуацияда. Мен бергім келеді, бірақ ақша бермеуге тырысам вообще. Біз былай істейтін, енді бұрын қайырымдылықпен біздің жеңгеміз бардында. Жаңа Абзалдың әйелі ғой. Осыдан 2 жыл бұрын ол кісі де дүние салды. Біз сол кісімен ақылдасып, сол кісі арқылы тарататынымыз. Ол кісі білетіні, кімге ақшалай беруге болады, кімге болмайды. Бірақ продуктысын, киімін базарға барады да, өзі сатып алады да, сол сеткі сумка апарып береді. Продуктысын продукт ретінде, көмірін түрінде, жаңағы картошка түрінде қолына ақша ұстатпайды. Шамалап қана ұстатып береді. Киімін алып береді, үйін алып береді, басқасын алып береді. Бірақ адамға тіріде ақша берсеңіз, есі ауысып кетеді адамның. Мен ондайды көп көрдім да, Мына Алла тағала бір адамды бір орнына қойса, сол орнынан тиіспеңдер. Алла тағала білуші.
аны әр адам өзі орындап отыр. Біз кейде аяп кетеміз де, біз жалпы исламда Аллах аясын деуіміз керек та. Енді Құраннан келген сөз ғой. Бір Мұса алейхиссалам келе жатса, бір соқыр баланы көреді да. Соқыр бала. Ана соқыр баланы 5-6 бала мазақтап, жаңағы түртіп, жаңағы итеріп, қашып, күліп жатыр да. Мұса пайғамбар айып кетеді ана баланы. Алла тағала дұға жасайды. Алла тағала мына бала бейшара көзін көретін болсыншы. Алла тағала айтады, жарайды Мұса, сен білмейсің ғой, бірақ мен сен дұғаңды қабыл еттім. Көзін береді ана баланың. Ертең күні қайтадан Мұса келе жатса, ана бала жаңағы теңіздің жағасында судың ішіне жүр. Бала неғып жүрсің десе, кешегі мені мазақтаған балалар осы жерге күнде келіп суға түседі дейді. Мен бұның түбіне шеге қағып жатырмын дейді. Ана балалар келсе жаралансын осы жерге деп. Көрдіңіз ба? Сонда Мұса аяп кеткен, Аллахтың үстінен аяп кеткен. Алла тағала о баланы зұлым екенін біліп тұр. Сонымен көзін алып отырды ана бала. Қайырлы сол болғанда, иә, көзін алып отқаннан кейін ана бала зұлымдық жасай алмайды. Көрдіңіз ба? Соның арқасында жәннатқа кіреді. Көрдіңіз ба? Ал енді көзін беріп еді, қандай зұлымдық жасап жатыр. Енді дозаққа кіретін болды. Көрдіңіз ба? Сонда адамның аяғаны қалай? Аллахтың аяғаны. Біз айтамыз, Аллахты қалай аясын. Біз кейде бір адамды көреміз, бейшара болып жүрді. Сіз оның ісін білмейсіз ғой. Не істеп жатқанын білмейсіз ғой. Сондықтан біз аяғынан Аллах аясын деп айтамыз біз. Бірақ не құрылым? Ақша түрінде бермеңіз. Егер мысалы банкіде кредитің бар болса, өзіңіз аяғыңызбен барып кредит жауап беріңіз. Мысалға, далада бір бауырым жатады, қатты қиналып, байқында біздің заманауи тілде бомж деп айтады, мысалы, далада жатады да. И сен бір көңілің бір мейірімің қатты ашылып, ана кісіге бір үлкен сума тастап кеткің келеді, чтобы ол резко тұрып, аяғына тұрып кеткенде қалайсың ғой, енді бір сөзбен айтқанда. Барып үлкен ақша тастап бере салуға олай болмайды. Өзің жетектеп апарған дұрыс болады. Ол туысың ба или же далаға? Жоқ, далада жатқан просто көрші болуы мүмкін деген сияқты, короче. Жоқ, көрші болса ол басқа әңгіме. Ал жай далада жатқан мысалы адамдар болса, оларға бермеген дұрыс. Жалпы мешіттің қасында далада қайыр сұрап жүрген адамдарға бермеген дұрыс болады. Дұрыс болады. Жоқ, болмайды оларға беруге. Сіз не ғұрлым туысынан бастаңыз. Ол кісі мұқтаж болса шы бағанағы далада. Сіз қайдан білесің мұқтаж екенін? Білмейміз ғой. Болмайды. Алла тағала Құранда айтады, сіз дейді, қайыр сұрап жүрген адам дейді, ол сіз оны мұқтаж деп ойлап қаласыз дейді. Олар мұқтаж емес дейді. Шынында мұқтаж адам дейді. Сұрамайды ешкімнен ештеме. Бірақ көзін төмен қарап тұрып қалады. Қал жағдайың қалай, үйінде бәрі дұрыс па, тамағың бар ма десен, көзін төмен сүретті, альхамдулилля, бәрі жақсы дейді. Олар өте қарапайым болғаннан кейін, сен олар мұқтаж екенін танымайды қаласың. Ал қолын бұлай әрбір көшеде жүрген адамдарды жоқ, олар мұқтаж емес. Оларға бермей қойыңыз. Туыстан бастаңыз, көршіге берсеңіз болады, туысыңызға берсеңіз болады. Содан бастаңыз. Артығы қалса, қалған жерге берсеңіз болады. Бір кісі хадисте келеді ғой. Мешіттің қасына бір ақша қалдырған ғой, садақа ретінде. Сонда баласы мұқтаж екен, маласы мұқтаж. Мешіттің алдына келсе, ақша жатыр, ана ақшаны алады да үйге келеді. Әке, мен мұқтаж едім. Осындай бір ақша алдым мешіттің алдынан. Сіз әкеседі, орнына апарып қой. Ол мен қойған ақша ғой дейді. Жоқ дейді ана баласы айтады. Жоқ, мен мұқтажмын дейді. Екеуі ұрсып қалады. Сосын айтады, жүр пайғамбарға. Саллаллаху пайғамбарға барады, саллаллаху. Ана кісі айтады, мынау мен мешіттің алдына бір садақа қойып едім, мына балам тауып алыпты ғой оны. Енді орнына қой десем, балам келіспейді. Сізге пайғамбарымыз саллаллаху не айтты? Саған берген үшін дейді, әкесіне айтады, сауап жазылды дейді. Ал сен алған нәрсең сенікі дейді. Болды. Көрдіңіз ба? Алла тағала сонда қараңызшы, баласы мұқтаж болып, ана кісі далаға шығарып отыр да садақаны.
алла тағала бергізбей отыр. Сол баланы әкеліп сол баласына алдырып отыр да, көрдіңіз ба? Сондықтан егер сіздің туысыңыз кедей болса, мұқтаж болса, сіз көшеге неге шығарасыз? Бірінші соларға көмектесесіз ғой. Ол парыз. Парыз нәрсе. Түсінікті. Сіз жалпы туысқандық отношение, семьямен қарым-қатынас деген нәрселерді жақсы түсіндіреді екенсіз, машалла, маған ұнап жатыр. Қазіргі жастар туралы айтатын болсаңыз, қазіргі жастарға не жетіспейді деп ойлайсыз? Қазіргі жастарға ақыл жетіспейді деп ойлаймын. Білім? Жоқ, білім емес, ақыл. Құдайға шүкір, білім қазір өте көп, өте көп. Енді біздің кезімізде, мысалы, біз ауылға барғанда біздің ақсақалымыз болды. Ақсақалымыз болды. Не болса да сол кісілерден барып рұқсат сұраймыз, алдынан өтеміз, ақыл сұраймыз ол кісілерден. Мен өзім мысалы ақсақалдарды аралағанды жақсы көретінмін. Барасың, олармен сөйлесесің, жасы 80-ге келеді, 90-ға келеді, ондай кісілерді көрдік. Олар сосын айтады, әй жастар, сендер былай қылыңдар, былай қылыңдар, былай қылыңдар. Көрдіңіз бе? Қазіргі жастарды тоқтататын ақсақалдар қайда? Жоқ. Көрдіңіз бе? Қазіргі жастар үлгіні қайдан алып жатыр? Интернеттен. Интернеттен алып жатыр, дұрыс па? Ғаламтордан алып жатыр. Ғаламторда кім ғана сөйлемей жатыр? Ішінде бандитім бар, ішінде жаңағы неше түрлі жаңағы исламмен жамылған неше түрлі радикалдар бар. Басқа адамдар сөйлеп жатыр. Өзінің басында ешбір ақылы жоқ, тәжірибесі жоқ, білімі жоқ, тек қана өз денесін көрсетіп, подписчик жинап алып, сол адамдарға ақыл айтып жүр. Соны біздің қазақ балалар, қазақ қыздар тыңдап жатыр да. Мен соған намыстанамын. Мен ең бірінші себеп осы желіге келгенім, социальный сеттерге желіге келгенім сол. Өйткені біздің қазақтың салты, тәрбиесі құлдырап баратыр. Ұмытып баратырмыз. Сіз Инстаграм жүргізіп жатқаныңызға 1-2 ай ғана болды? Енді бастадыңыз. Ақтала жұмысыңызға береке берсін. Сіз өзіңіздің бағана келесі сұрақ бізде андайды ғой. Инстаграм желісіне не үшін шықтыңыз? Личный бренд не үшін бастап келдіңіз деген сұраққа сіз жауап беріп қойса, қазіргі заманда негізі айтқанда кез келген адам сөйлеп жатыр, дұрыс емес адамдар, маман емес адамдар сөйлеп жатыр деп. Мен де онымен келісемін негізінде. Сөйлеу керек болса, сізде ағаларымыз сөйлеу керек, білімі бар, кейсі бар дегендей. Сол сізге Аллах разы болсын, жұмысыңызға береке болсын. Біздің Инстаграм осы YouTube парақшаға да тіркеліп қойыңыздар, өздеріңіздің пікірлеріңізді қалдырыңыздар. Келесі қонақ кім болсын десеңіздер, тоже комментарийға жазып өтсеңіздер. Сіздермен болған Асқар аға және мен Қасымбек Айдархан. Жақсы, рахмет, сау болыңыздар.